Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пончиктің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жылы сүт құйып аламыз. Жылы су құямыз. Оған құрғақ ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұған енді қант саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырып, оны 15 минутқа қойып қоямыз. Енді осы сүтке 2 жұмыртқаны салып, оған тұз саламыз. Ұнтақ қант саламыз. Ванилин саламыз. Және еріген сары майды саламыз. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнды салып, біз қамыр илеуіміз керек. Ұнды саламызда жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп осыдан жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты болмау керек. Жұмсақ, сондай өте мамықтай болу керек. Сөйтіп осыны қамырды жақсылап үйлеп аламыз да, оны бетін жауып 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ашытқымыз көтерілу керек. Міне, ашытқымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырымызды біз 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Менің каналымда түрлі дәмді тағамдардың рецептері бар. Қамырдың бір бөлігін жақсылап жайып аламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Осыдан енді стаканның көмегімен домалақ дөңгелектерді кесіп аламыз. Осы дөңгелектердің ортасын кесу үшін баклажканың қақпағын пайдаланамыз. Пончиктарымызды кесіп алдық, оны 20-30 минутқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Ең алдымен сұйық майды қатты қыздырып аламыз. Сөйтіп оны орташа отқа қойып, пончикті 2 жағынан 2-3 минуттай пісіріп шығамыз. Пончигіміз жақсы көтерілген, өте жұмсақ. Дайын қуырылған пончиктерімізді қағаз шашықтың үстіне қойып, оның майы сіңу үшін салып аламыз. Міне, пончиктеріміз дайын. Оның бетіне қант ұнтағын сепсек болады, немесе шоколадтан жасалған глазурьді дайындап, соны бетіне жақса болады. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар. Рахмет.